шығарылатын есептер дейді. Сен 2 амалмен орындалатын есептерді шығаруды жалғастырасың дейді. Есеп шығар дейді. Дүкенге түске дейін 22 кітап, ал түстен кейін 14 кітап әкелінді. Осы кітаптар 9-ы сатылып кетті. Неше кітап қалды дейді. Бұл жерде қараңыздар, түске дейін 22 кітап, түстен кейін 14 кітап сатылды, 9 кітап қалды. Неше кітап дейді? 22 қосамыз 14-ті, 36 болады, 36-тан аламыз 9, 27 болады. Жауабы 27 кітап қалды деп жазасыздар. Ары қарай екінші есеп шығар дейді. Әжем құрақ көрпе тігу үшін сары және қызыл түсті қиықтарды пайдаланды. Ол екі қатардың әрқайсысынан 9 қызыл қиық және тағы 18 сары қиықтарды қолданды. Құрақ көрпе тігу үшін әжем барлық неше қиық пайдаланды дейді. Екінші есеп қызыл 9-дан екі қатардан, сары 18 дейді. Қиық қанша қиық пайдаланды деп тұр. Екіні көбейтеміз, 9-ға 18 болады. Қызыл 18 қоссақ 36 болады. Жауабы 36 қиық пайдаланды деп жазады екенбіз. Үшінші есеп. Бұл жерде үшінші есеп, қалада 2 мұражай және одан 8 есе артық кітапхана бар. Мұражайға қарағанда кітапханалардың нешеуі артық дейді. Үшінші есеп, мұражай 2, кітапхана нешеу есе артық дейді. Кітапханалардың нешеуі артық деп тұр бұл жерде. Артық дейді. Енді біз былай шығарамыз. Шешуі. 2 көбейту 8, 16 болады. 2-ні 8 көбейтеміз 16, 16-тан аламыз 2, 14 болады. Кітапхана. Кітапханамыз 16 болды. Одан 16-тан аламыз 2, 14 болады. Жауабы 14 кітап. 14-ті артық екен. 14 артық. Енді төртінші есебіміз екен. Анам ірімшік қосылған 18 тоғаш және сүзбе қосылған 14 тоғаш пісірді. Осы тоғаштарын ол 4 балаға тең бөліп берді. Әр бала неше тоғаштан алды дейді. Әр бала неше тоғаштан алды деп тұр. Ірімшікпен 18, сүзбемен 14 тоғаш бөліп берді. 4 балаға, әр балаға тоғаштан алды дейді. Шешу 18 қосамыз 14, 32 болады. 32-ні 4-ке болсақ 8 болады екен. Ана жер 8 шықты. Жауабы әр балаға 8 тоғаштан алды деп жазамыз. Өйстіп жазады екенбіз. Бесінші есеп. Бізде бесінші есеп 20 қосу 10 көбейту 3 дейді. Өрнек бойынша Айма мынандай есеп құрастырды. Айнұрда 20 теңге, Алуада 10 теңге, ал Қуанышта қыздарда қанша ақша болса, одан 3 есе артық ақша бар. Қуанышта қанша ақша бар дейді. Айман есеп дұрыс құрастырды ма? Түсіндір дейді. Бұл бесінші есебіміз. Айнұр 20 теңге, Алуада 10 теңге, Қуанышта 3 есе артық деп тұр. 20 қосамыз 10-ды, 30 болады, 30 көбейтеміз 3-ке, 90 болады екен. 90 болады. Жауабы Қуанышта 30 теңге бар деп жазады екенбіз. Алтыншы есеп. Теңдеулерді шеш дейді. Бұл жерде айтпақшы, Аймандікі қай жер дұрыс, қай жер дұрыс емес деп тұр. Сол кезде Айман мына жерде 20 мен 10-нан кейін жақша қойды, ұмыт кеткен екен. Теңдеулерді шеш дейді. Алтыншы есеп. 100-ден аламыз 76-ны, А-дан аламыз деп тұр. Тең 32 деп тұр. Теңдеулерді шеш шығарамыз. 100-ден аламыз 76-ны, тең 72 деп тұр. А-дан 100-ден 76-ны алсақ 24, тең 72. 72 қосу 24, 72-ке 24 қосу 96. Мына жерге А-ның орнына 96 алу. 100-ден аламыз 76-ны. 76-ны 24 болды. 96-тан 24 алсақ 72 екен. Теңдігіміз 72 болды. Ал нәрсе А қосы В тең дейді. 62 ал 18 дейді. 14 қосамыз В-ны тең 44 деп жазамыз. В тең 44-тен 14 алатын болсақ 30. 14-ке 30 қоссақ 14-ке 30 қоссақ болады 44 екен. 44 болады. 62-тен алсақ 18-ді 44 болады. Бұл жер теңдігіміз 44 деп жазамыз. 62-тен алсақ 18 44, 14-ке қосақ 30-ды 44 болады екен. Енді бізде ары қарай жетінші есеп. Қарындаш пен бетбелгі 50 теңге тұрады. Егер бетбелгі 5 теңге тұрса, онда қарындаш бетбелгіге қарағанда неше есе қымбат дейді. Мына жерде қараңыздар, бетбелгі 5 теңге, қарындаш неше теңге?
екеуі тұрады, екеуінің бағасы, мынау бетпелдем карандаштың бағасы, екеуінің бағасы 50 теңге екен, неше есе қымбат дейді. Шешуі 50-ден аламыз 5-ті 45 теңге, карандаш 45 бөлеміз 5-ке 9 шығады, жауабы 9 есе қымбат екен. 8-ші есеп мысалдарды шығар дейді. Қазақтың ақын жазушылары қандай өлеңдер мен шығармаларды жазғанын біл дейді. 4 көбейту а қосу 35 дейді. Амыз 5 бізде. 4 көбейтеміз 5-ке 20, 20-ға 35 қоссақ 55 болады екен. Қыс бұл Абай Құнанбаевтың өлеңі екен. 76-тан алсақ 18-ді бөлеміз x-қа дейді. X-іміз 2 екен сол кезде. 18 бөліп аламыз 2-ге. 18 2-ге бөлсек 9, 76-дан 9-ды алатын болсақ 67 болады екен. Бұл кел балалар оқулық Ыбырай Алтынсариннің өлеңі екен. 45-ке қоссақ с көбейту 3 дейді. С-ымыз 4 екен бұл жерде. 45 қосу 4. 45 көсу 4 дейді. 4 көбейтеміз 3-ке 12 болады. 45-ке 12-ні қоссақ 57 екен. Менің атым Қожа екен. Бердібек Соқпаевтың өлеңі екен.